Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu. Qadırmenді ағайын. Мінекей сіздерменен тәжвид ережелерін бітіріп, қысқа сүрелердің оқылуы мен талдауымен танысып, енді дұғаларға келіп жеттік. Бұл енді жалпы шариғатымызда дұға деген үлкен нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дұға мұсылманның қаруы деген. Енді бұл дұғаға қатысты мына бірінші бетті сіздер өздеріңіз оқып аласыздар. Үй жұмысы сіздерге. Енді біз дұғалардың оқылуына тоқталамыз. Бірінші намазда оқылатын дұғалар. Енді сіздерге айта кететін мәселе, бұл жерде сіздер намазда немесе жалпы оқылатын дұғалар болсын, ол дұғалардың бәрін қалай жазылып тұр, солай оқисыздар. Яғни Құрандағы секілді ихфа, идғам секілді бұл жерлерде ережелер сақталмайды. Яғни қалай келеді, солай оқисыздар. Бірақ енді мына шадда, әріптерді бір-біріне қосу ережелері олар әрине сақтала береді. Ал енді кеттік. Намаздағы субханака дұғасына тоқталайық. Субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарака исмука ва та'ала джаддука ва ла илаха гайрук. Ары қарай кеттік. Мына мағынасымен дұғалардың мағынасына және транскрипциясына өздеріңіз бір қарап аласыздар. Енді ат-тахият дұғасына тоқталамыз. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Мағынасын қарап аласыздар. Келесі дұғамыз Аллахумма салли дұғасы. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля али сайидина Мухаммад. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك دعاء. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Енді Раббана атина дұғасы бұл Құрандағы дұға ғой. Бұны тәжвид ережелерін сақтап оқысаңыз да болады, сақтамай оқысаңыз да болады. Мысалға, Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Немесе ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Келесі құнут дұғасы. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Мінекей қадірменді ағайын, біздің дұғадағы намазда оқылатын дұғаларымызды осымен аяқтадық. Иншалла үйде жақсылап бізбен бірге қайталап үйреніп алыңыз. Енді сіздер бұған дейін Құранды оқыдыңыздар, тәжвид ережелерін өттіңіздер. Сіздерге бұны оқу қиынға соқпайды деп ойлаймын. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин.